Абрахам Маслоу атақты америкалық психолог, гуманистік психологияның негізін салушы, өзін өзектендіру теориясының авторы және әйгілі қажеттіліктер пирамидасының да авторы. Маслоу психологияға жан тәнімен берілген адамдардың бірі. Оның жан туралы ілім саласына қосқан үлесі ұшан теңіз. Бүгін Маслоудың бәріне белгілі қанатты сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Сіздер де таныс болыңыздар. Сіздермен бірге пайдалы психология арнасы. Бізге лайк басып, тіркеліп және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Өмір дегеніміз ұдайы таңдау жасау процесі. Әр сәт сайын адамда екі таңдау болады. Мақсатына ұмтылу немесе артқа шегіну. Қорқынышқа, қорғанысқа қарай жылжу немесе мақсатына сай рухани күшінің өсуін таңдау. Егер де өз қабілеттеріңізге мән бермей, қарабайыр тұлға болуды місе тұтсаңыз, біле жүріңіз, жүрек түкпірінде сізден асқан бақытсыз адамның болмағаны. Өзімен келісімде өмір сүру үшін адам өзі нақ кім бола алады, сол адам болуы тиіс. Махаббат ең жоғарғы қажеттілікке жатады. Сондықтан да ол төменгі қажеттіліктерінің қанағаттануын кейінгі орынға ысырып тастайды. Адамның жоғарғы қажеттіліктерінің қанағаттануы оған ең үлкен ләззат әкеледі. Балаларды әуесқой болуға үйретпеу керек, алайда әр заттың өз орны болатынын үйрете отырып, оларға әуесқой болмауды да үйретуге болады. Адамдардан көңіл қалмас үшін иллюзиялардан арылу керек. Адамды қандай болса, солай қабылдап үйрену керек. Мінсіз адам болмайды. Жақсы адамды табуға болады, әрине, бірақ олардың өзі кейде өзімшіл, ашушаң, ұрысқақ болып кетеді. Адамның қанағаттандырылған тілектері енді тілек болмай қалады. Адамның ары қарайғы әрекет қылықтарын ылғи да айқындап отыратын, ол ағзаның қанағаттанбаған қажеттіліктері. Басқа адамды түсінудің ең жақсы тәсілі оның дүние танымына еніп, әлемге оның көзқарасымен қарай білу. Жоғарғы идеалды қарым-қатынас деңгейінде Құдаймен тілдесу, еркіндік, тәуелсіздік, сенім, ерік, тәуелділік, шынайылық, басқа тұлға, шеттету, күнәсін жуып шаю, тағы да басқа өте күрделі әрі бай мазмұнға ие. Оларды күнделікті жетіспеушілікке толы, мұқтаждық, тілек, құмарлық, өзін өзі қорғауға ұмтылу, басқа да қажеттіліктерде кездестірмейсің. Ол оның тікелей қарама-қарсы бетінде жатыр. Өзін өзектендіру түсінігі Роршахтың дағына ұқсас нәрсе болып шыққан сияқты. Бұл түсінікте оның артында тұрған шынайы ұғымды бере алмайды. Әрбір кеудеңді кернеген шаттық пен қуаныш, өзіңді бақытты сезінген сәттерден кейін міндетті түрде өмірде қол жеткізген нәрселерің өзінен өзі болғандай сезім, мазасыздық, көңіл толмаушылық, одан да биік нәрселерге ұмтылу пайда болады. Адамның бар өмірі оқу, өзі мәңгі шәкірт, ал өмірдегі кездескен әрбір жан ұстаз. Кез келген адам бір мезгілде жаман әрі жақсы, еркек әрі әйел, ересек әрі бала бола алады. Тұлғаны бір жақты ғана қарауға болмайды. Оның барлық аспектілердегі жиынтығына ештеңе сай келмейді. Адам махаббатпен тек жыныстық елігудің әсерімен ғана айналыспайды. Біреу үшін жыныстық қатынас өзін еркек ретінде бекіту тәсілі болса, енді біреу үшін билік етуге, өзін күшті сезінуге мүмкіндік. Ал енді біреулер одан жылу мен аяушылық іздейді. Егер мемлекеттің доктринасы жалған болса, және айқын фактілерге қайшы келсе, адамды ақпарат алу құқығынан айырса,
онда мұндай адам да, мұндай елдің азаматы да міндетті түрде екі жүзді болады. Ол бүкіл нәрсеге сенімін жоғалтады. Тіпті ең айқын, даусыз шындықтарға да күдіктенеді. Мұндай адам үшін ешқандай құндылықтар да, моральдық принциптер де қасиетті емес. Оған басқа адамдармен қарым-қатынас құру қажет емес. Ондай адам болашаққа деген үміті де жоқ. Бірер секундта таңылған таңбаға қарап, өмір бойы қателесуге болады. Мен ешқашан ештеңемен айналыспаған әйелдермен бетпе-бет келген кезде олардың ақыл-ойы біртіндеп кеми бастағанын байқадым. Мен оларға ең болмағанда бір нәрсемен айналысуға кеңес беретінмін, және олар менің кеңесіме құлақ асып, бірдеңемен айналыса бастағанда, көңіл күйлерінің де ақыл-ойларының да жақсарғанын, тіпті толық қалпына келгенін аңғардым. Және бұл маған танымдық қажеттіліктердің бар екендігін тағы бір мойындатты. Менің тәжірибемде ақыл-ойы қалыпты дамыған адамдарда патологиялық симптомдар пайда болған кезде апатия, өмір мағынасын жоғалту, өзіне қанағаттанбау, жалпы соматикалық депрессия, ақыл-ой деградациясы және тағы басқалар пайда болған кезде олардың бір ғана себептен, яғни өзі қаламайтын, іш пыстырарлық, топастандыратын жұмыспен айналысқандықтан пайда болатынын анықтадым. Мен осы орайда танымдық терапия әдісін қолдануға тырыстым. Науқасқа университеттің сырттай бөліміне түсуге немесе жұмыс орнын ауыстыруға кеңес бердім. Және бұл ылғи да көмектесіп отырды. Ғалым бір мезгілде ғалым болумен қатар суретші де болса, онда ол ғалым ретінде басқа ешкім емес, тек қана ғалым әріптесінен гөрі артығырақ. Мектептегі химия пәнінің мұғалімі өзін химикпін деп санайды. Дегенмен ол химиядан жаңа ештеңе ойлап таппады. Тек арнайы журналдарды оқып, басқалардың тәжірибелерін қайталаған болмаса, басқалардың рецептімен тамақ дайындағандай. Оны айтайық үйдегі жертөлені жүйелі түрде зерттеп жүрген 12 жасар баламен немесе жарнама берушілердің сөздеріне күмәнмен қарайтын клиенттен гөрі аз зерттеуші деуімізге болады. Эгоизм мен альтруизмді бір-біріне қарама-қарсы қоюдың өзі тұлғаның даму деңгейінің алысқа кетпегендігінің белгісі. Егер де сіз уақыт жоғалтып ләззатқа кенелсеңіз, демек уақытыңыздың зая кетпегені. Өз қажеттіліктеріңді танып білу, яғни өзіңе не қажет екенін түсінудің өзі үлкен психологиялық жетістік. Егер адам бала күнінен махаббатқа, жақындарының ілтипаты мен қамқорлығына бөленіп өссе, оның қауіпсіздікке, жақындық пен махаббатқа деген қажеттіліктері толық қанағаттандырылған болса, басқалардан гөрі бұндай адам бұл қажеттіліктерге тәуелді болмайды. Күшті, дені сау, еркін ойлы адам айналасындағылар тарапынан тағылған айыптардан қорықпайды. Олардың сүйіспеншілігін іздемейді. Бұл қабілеті оның базалық қажеттіліктерінің қанағаттануына тікелей байланысты. Баласын дұрыс жақсы көретін ана, оның махаббатқа деген болашақ қажеттіліктерінің қарқынын бәсеңдетеді, шынайы жақсы көру көріністерімен. Ананың сүйіспеншілігін іздеу ықтималдығын азайтады. Баланы анасына қатты жабыспайтындай, оның махаббатына қатты тәуелді болмайтындай, оның махаббатын барлық жерден іздемейтіндей етіп үйретеді. Мотивация үздіксіз, ол тоқтамайды. Ол күрделі және тұрақсыз, және ағзаның кез келген жағдайына әмбебап сипаттама болып табылады. Адамдарға олардың іс-әрекетіндегі әрбір қорқыту, үркіту,
қорлау, мазақ ету, жанын ауырту, басқаларды бағындыруға тырысу немесе оларды шеттету, бұның барлығы да психопатологияның пайда болуына итермелейтінін түсіндіруге тиіспіз. Керісінше, оларға әрбір мейірімді, әдепті, көмекке дайын тұратын, психологиялық мағынасындағы демократиялық тұрғыдағы шынайы, жылы шырайлы, кез келген адамның тіпті шешуші сипатта болмаса да психотерапиялық фактор ретте қызмет ететінін түсіндіріп жеткізе білуіміз керек. Өмірде әдепті, иман жүзді, тіпті ұлы адамдарды табуға болады. Әлемде шығармашыл адамдар, пайғамбарлар, данышпандар, әулие-әмбиелер, қасиетті адамдар да бар. Тіпті бұндай адамдар өте аз, саусақпен санарлық болса да, бізге болашаққа деген үлкен сенімге жол ашады. Тіпті бұндай адамдар кей кезде өзімшіл, ашуланшақ, мазасыз, енжар болуы да мүмкін.